Сіздер ме достар, бүгін біз орыс тіл пәнінен 346 жаттығуды орындайтын боламыз. Бұл жерде сын есімдерді осы сөздерге сәйкес қылып жазуымыз керек. Сонда бізде родной ауыл болады. Родной ауыл. Сосын родное. Омен аяқталғасын родное деп жазамыз. Родное село болады. Ямен аяқталса родная болады. Родная. Родная деревня. Деревня. Содан кейін радостный день болады. Радостный день. Радостный день. Радостное утро болады. Радостное утро. Сосын радостная болады енді. Ая. Радостная новость. Новость. Одан кейін дикий кабан. Кабан. Сосын дикая природа. Природа. Сосын дикое животное болады. Животное. Молодой человек болады. Человек. Сосын молодое сердце болады. Емен аяқталғасын. Енді жаңаға молодая болады. Молодая. Молодая жена. Долгий путь болады. Яғни мына жерде ең соңында долгий путь боласын жазып жібердім. Сосын дорогаға долгая дорога болады. Дорога. Ал уақытқа, яғни времяға біз долгое деп жазамыз. Долгое время. Время. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.